Сәлеметсіздер ме? Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Балалар, бүгін біз өз-өзі тану әлеміне алғысымызды білдіріп, ризашылығымызды білдіреміз, иә? Ризамыз саған, өз-өзі тану әлеміне. Ризамыз саған, ризамыз саған, өз-өзі тану әлеміне. Біз сүйеміз, біз қоршаған бүкіл әлеміне. Жарайсыңдар балалар, тәнекей барлығымыз орнымызға отырамыз. Балалар, қараңдар, мына жерде бізде өз-өзі тану картасының әлемі. Көрінде ме? Бәріміз қарап, бұл біз өз-өзі тану әлемінің картасында өтпелі тақырыптарды, біз өткен тақырыптарды қайталап өтеміз, иә? Балалар, қараңдаршы, біз өз-өзі тану сабағымызда біз өзімізді қоршау, сүйіспеншілік, адамгершілік, сыйластық, иә? Сондай сабақтарды біз істейміз, өтеміз, иә? Өз-өзі тану үшін, иә? Енді қараңдар, балалар, ең бірінші айта өтейін, мынау біз қандай өттік тақырып? Менің отбасым. Тақырыбын өттік па? Өттік. Келесі аялдамамыз менің табиғатым. Өттік, иә? Келесі үшінші аялдама қандай? Менің балабақшам. Содан соң келеді қандай? Менің достарым. Және менің денсаулығым. Менің туысқандарым. Және менің сәлем десуім. Көріне, осы біз мынау карта қараңдар, бүкіл өз-өзі тану картасында бүкіл тақырыптарды біз өттік, иә, өз-өзі тану сабағында. Табиғат не істейсің сен? Мен табиғатты қорғаймын. Тамаша, жарайсың. Отыра ғой. Бүкіл тақырыптарды өттік па? Өттік, тақырыптардың бәрін өттік. Және бүкіл тақырыптардың бәрін қайталап өттік, иә, бүгінгі сабақта. Балалар, енді мен сендерге қазір бір өлең жолын оқып беремін, сендер мұқият тыңдаңдар, иә? Жақсы болу өзінен, жаман болу өзінен, өзіңді өзің аяда, өзінен үйлен өзінен. Жақсылық көрсін біреуден, мен қандаймын деп ойла. Жамандық көрсен біреуден, мен қандаймын деп ойла. Өзіңді өзің қолына ал, өзіңсің ақыл айнасы. Тиеді саған мәні бар, өзін тану пайдасы. Балалар, көрдіңдер ме? Есімдерге өлең жолдарын оқып бердім, иә? Бұл қалай өзіңдер? Не туралы сендерге өлең жолдарын оқып бердім? Не туралы? Не туралы оқып бердім? Сосын? Дұрыс айтады, сосын? Тағы не туралы? Тағы не туралы? Айта ғой, тағы не туралы? Жақсы, жақсылық туралы, сосын оның айырмашылық туралы, иә, балдар? Жақсылық пен жамандық. Жақсылық болсақ, балдар, біз жақсы болып көтерілеміз биіктікке. Ал жамандық болса, ол жамандықта біз өз қалпымызда қаламызда ешқайда көтерілмейміз, иә? Мысалы, жақсылық бізге не үшін керек? Балабақшаға келу үшін, иә? Не істейміз балабақшада? Білім алу үшін, иә? Мектепке барамыз. Осы арқасында балалар біз бір-бірімізді сыйластықпен, жақсылықпен не істеу керекпіз? Көз қараспен қарау керек. Жақсылық істесеңдер, балалар, өздеріне көп жақсылық керек. Ал жамандық істесеңдер, ол жаман нәрсе, түсіндіңдер ме? Жарайсыздар, балалар. Сендерге сұрақ берейін, балалар. Біз достықты сақтау керекпіз, дос болу үшін. Достық не үшін керек? Бір-бірін
туралы қане кім біледі? Отбасымыз не істеу біз? Қорғау керек. Отбасымызды қорғау керек. Және үлкендерді Сыйлау. иә, ал кішкентайларымызды Қамқор. қор болу керек. Ал табиғатты балалар біз табиғатты біз не істеу керек? Біз табиғатты Сүю керек. сүю керекпіз, иә, табиғатты. Ал отанымызды не істеу керекпіз? Отанымызды. Еске түсірейік, отанымызды қорғау. Дидактикалық ойланамыз, иә? Жақсылық жасау не үшін керек деп. Балалар, алдарында сендерде суреттер жатыр ма? Иә, суреттер жатыр. Кәнекей, бірінші маған келеді асыл суретті алып кел. Айтады, мен мысықты жақсы көрем. оны істейсің, Қорғаймын. мысыққа не бересің? Мысыққа сүт бересің. Мысық сенің досың. Тамаша айтады. Келесі маған келеді, Айлин. Кәне суретті көрсетті ғой. Бұл кім? Қой. Балалар, біз жануарларды, айтады, біз жануарларды қорғау керек. Оған біз не береміз? Не ішеді қой? Су ішеді, дұрыс айтасыңдар. Жем жейді, иә? Әрқашанда біз достық болу үшін жануарларды істейміз. Қорғау. Тамаша. Келесі, Нұрали. Сенде қандай сурет? Қоян. Қоян, балалар. Нұрали айтады ғой, қоянды біз қорғау керекпіз ба? Иә. Қоян бізде не жейді? Сәбіз жейді, дұрыс айтасыңдар. Сосын қоянды біз дос боламыз ба? Әрине, тамаша. Келесі маған келеді, Медина. Айта ғой, қандай сурет? Қандай? Дұрыс айтасыңдар. Атты біз не істейміз бала? Қорғаймыз. Атқа не береміз? Су, шөп береміз, иә? Атпен дос боласың ба? Дұрыс айтасың. Мадияр, келе ғой, тез. Мадияр сенге аға дейді, иә? Сен айта ғой, мен ағамды сыйлаймын. Сыйлайсың, дұрыс айтасыңдар. Ағамды сен не істейсің? Әрқашанда көмек көрсетесің. Келесі Айлана. Айланада қандай сурет? Көрсетесің. Қандай? Айта ғой. Ағаш суретке. Ағаш қандай? Балалар, айтып жүрмеші, ағаш қандай бізде? Табиғатқа жата ма? Иә. Ал табиғатты біз қорғаймыз ба? Иә. Табиғат ағашты сен не істейсің? Су құясың. Табиғатты біз қорғаймыз. Тамаша, жарабай. Келесі маған келеді, кім? Әбілмансұр. Әбілмансұрды құстар. Кімсінде? Құс. Құсты сен не істейсің, айта бақылы? Оны мен қорғаймын. Сосын? Тағы жем берем. Иә. Айлана. Және дос. Тамаша. Аидада ондай балапандар көрдіңдер ма? Аида сенде қандай сурет? Балапан. Аида сен балапандарды қорғайсың ба? Қорғайсың. Оған не бересің? Жем бересің, иә? Сосын су бересің. Сен құстармен дос боласың ба? Жарайсыңдар, тамаша. Балалар сендерге дидактикалық ойын ұнады ма? Иә. Ұнады, иә? Жарайсыңдар.
Кәнекей барлығымыз кішкене тыныштық сәтімізді бастайық. Кәне барлығымыз көздерімізді жұмамыз. Көзімізді жұмайық. Кәнекей барлығымыз көзімізді жұмып, елестетеміз алдымызда, далада, күннің көктем нұрындай бізге көз шығып тұр, иә? Күннің көз шығып тұр. Және біз не істеп жүрміз балалар? Далада, көктемнің далада біз жүрміз, иә? Көрмені? Кәнекей бәріміз елестейікші көктем мезгілінде бізде әртүрлі гүлдер өседі, және ағаштар өседі, және көктемнің иісі өте керемет, иә? Кәнекей көзіміз ашамыз. Тамаша, жарайсың балалар. Жарайсыңдар. Қазір біз өзімізге лебіздерімізді білдіреміз, иә? Біз өтпелі тақырыптарлар жаңа біз не өттік? Менің мысал айтатында, мен айтамын, менің отбасым, менің табиғатым, менің құстарым, менің жерім, менің отаным деп, осылай бүкіл енді айтып шығамыз, иә? Балалар, кәнекей барлығымыз бір-бірімізге жылы лебіздерімізді жібереміз. Біздің еліміз, Біз отбасымыз, біздің отанымыз, біздің баламыз, біздің табиғатымыз, біздің құстар, біздің өмірін, біздің балабақшамыз, біздің денсаулық, біздің туыс, біздің отбасымызды. Тамаша, жарайсыңдар. Кәнекей барлығымыз отырамыз орнымызға. Біз бір-бірімізге жылу лебіздерімізді көрсеттік, иә? Өтпелі тақырып, өз-өзін танымал емес, өтпелі тақырыптарымызды еске түсірдік, иә, балалар? Енді балалар қараңдаршы, сендердің алдарында мынадай не тұр? Қандай сурет тұр? Күннің көзі. Бұл нелер, балалар? Күннің шуақтары. Балалар, сендердің алдарында қол таңбаларың бар, иә? Сендер қазір осы жерге келіп, күннің көзінің маңайына өздерінің тілектеріңді айтып жабыстырасыңдар, иә? Мысалы, сендер айтатындар, мен жақсы көрем отанымды, мен жақсы көрем досымды, мен жақсы көрем апайымды, мен әжемді жақсы көрем, мен елімді жақсы көрем, иә? Солар әрі қарай кетеді, иә? Мен туған күнімді жақсы көрем деп айтасыңдар, иә? Мен итті жақсы көрем, мен мысықты жақсы көрем. Қандай жануарлар бар, соның бәрін айтып шығасыңдар, иә? Жарайсыңдар. Кәнекей, Медина мен кімге? Мандияр. Дауыстап шығарасыңдар. Желін дауыс жаға қой. Медина, сен кімді жақсы көресің? Айта ғой. Отбасымды, тамаша. Мандияр, сен кімді? Әжемі, тамаша, жабыстырамыз. Үстем әжемін жабыстырамыз. Жануарларымыз бар. Көптеген біз жақсы көретін көміріміз бар. Біз мектепті жақсы, биді жақсы көреміз, иә? Бүкіл жер әлемінде біз жақсы көреміз. Жүріңдер, Айлин, Асыл, бәрі бір-бірлеп келесіңдер. Ашып көресің, иә? Мен ашып көрейін. Көп жақсы айтпайды, желім, шамалған жақсындар болды. Түсіндірер балалары? Өздерін тілектерін айтасыңдар. Әжемді, мен жақсы көрем итімді. Өзін танымдар. Біз тамаша, жарайсың, әжесін жақсы көрсе. Кімді? Тамаша. Жүріңдер. Нұрали мен Батыр. Мысықты ой тамаша. Итті жақсы көрді. Ой, қандай балалар. Ит, құстар, балапан бар.
кәнекей жүнім Медина, Мерей мен Аида қазір кезектен келесіңдер, иә? Кім жақсы көресің Аида? Самокатты жақсы көрдіңдер ма? Біз адам болғасын, біздің өзінің сезімдеріміз болады, иә? Сезім болғасын, біз жақсы көретін нәрселеріміз бар, заттарымыз бар, сүйетін да көптеген заттар болсын, туысқандар болсын, адам болғасын, біз сонда сезіміміз болады, иә? Мені апайды. Апай тоже, рахмет, апай тоже особенно. Айлана жүре ғой. Айлана, Аял жүре ғой. Мансур жүре ғой. Атамы? Атамға сөйлеткен, сән жабыстамын. Мансур. Жабыстамын. Тамаша. Айлана, сен көп жақсы көресің? Мамаңды. Мансур. Жабон бұл іште, жетеді. Сәл ғана жасын біле. Мансур секілді. Жарайсыңдар, балалар қараңдар. Енді сендер тілектерлерін көріне ме? Қаншама, бала көріне ме? Осы біздің күннің шуағымызға қаншама тілектеріміз айтты, иә? Бәрін көріп тұр, күн шуағы. Жарайсыңдар. Кәнекей барлығымыз енді сергі түсәтімізді болайық. Кәнекей. Тербеледі ағаштар, алдынан жел соғады. Кішкентай ағаштар гүл болып өседі. Жарайсыңдар. Балалар, енді келесі тапсырма, қараңдар. Алдарында сендер маңдай не жаттыр? Біздің отанымыз туралы сурет, иә? Сурет. Осы суретті біз балалар, біз өз-өзін тануымызда отанымызды сүйетін болған соң, не істейміз? Отанымыздың суретін қылқаламмен және бояғышпен, бұл бояғышпен қылқаламды алып бояп, суретімізді бояймыз, иә? Кәнекей барлығымыз алдарымызға қараймыз. Балалар, біз арты не қандай түсті білеміз? Қара түс, қоңыр түс, аға түсті болды, иә? Сонымен бояймыз. Мынау бұлттарды қандай түспен бояймыз? Көкпен. Иә, тауларды біз қоңыр түспен бояймыз, иә? Ал жерімізді қандай түспен бояймыз? Жасыл. Жарайсың. Түсінікті ғой, сендерге? Иә. Енді барлығымыз жұмысқа кірісеміз. Әдемілеп, абайлап жұмысымызды жасаймыз. Суды көп жағай бермейді бар. Суды көп жасында қағаздарын, суреттің қағазы өте нашарлап кетеді. Түсіне ма? Кішкене ғана, сәл ғана алып. Балалар, біз қандай сурет салатынымыз? Отанымыз туралы, еліміз туралы, иә? Суретімізді салып жатырмыз.
Отанды біз орыс тілінде родина дейміз. Отан, родина, я. Өзін тану, қайталаймыз. Өзін тану, самопознание, әлем, мир. Я жасыл түсті қою жасыл түспен бояймыз. Жарайсыңдар. Тамаша. Барлықтардың әдемі салғатысында суреттерінде. Я, сау болады. Дорисовать надо получиться. Так, балалар, кәнекей біздің уақытымыз тығыз алды. Жұмысымызды тезірек аяқтайық. Өте тамаша әдемі салынып суреттер. Өте әдемі. Қандай әдемі бояумен бояғасында тамаша. Жақсы, керемет. Кәнекей балалар, барлығымыз бұл қаламдарды орнына қоямыз. Салып қойыңыз бұл қаламдарды. Балалар, айланы. Так, барлығымыз балалар жарайсыңдар, сосын істепсеңдер, я? Балалар жарайсыңдар. Біз суретімізді салып, я? Суретіміз не туралы салып біз? Қандай сурет? Отан. Отан туралы салып біз айтасыз. Отанды біз родина дейміз. Отан, родина. Өзін тану. Самопознание. Әлем. Мир. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Тамаша. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызда біз қандай? Немен таныстық балалар? Балалар, бүгін сабақ барысында не істедік? Не істедік біз? Түлектерімізді айттық, я. Сосын тағы не істедік? Өткен тақырыптарды? Қайталадық, дұрыс айтасыңдар. Сосын тағы не істедік біз? Шеңбер құрып не істедік? Өз-өздерімізге тілектерімізді білдірдік, я. Жарайсыңдар. Сосын тағы не істедік? Тыныштық? Сәт өткіздік, я. Тыныштық сәт өткіздік. Және біз күн шұраққа не істедік? Өзіміздің қолтаңбаларымызды не істедік? Жабыстырдық. Тілектерімізбен жабыстырдық, я балалар? Тілектерімізбен жабыстырдық. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Балалар, сіздегі сабақ ұнады ма? Осымен біздің сабақтарымыз аяқталды. Жақсы өтсе, балалар, сіздегі сабақтар ұнаса, кәнекей барлығымыз қолдарымызды шапалақтап қойдық.